Еркін Жаппасұлы. Дауыстан дауыл тұрғызамыз. 3 күн үшкіртіп, 5 күн бақсы ойнатсаң да, өңіңді қойып түсіңе кірер жай емес. Кеше ғана кердеңдей басып кекіріп, май жұтып, кілегей түкіріп жүрген әкіміміз бірақ күнде түбі шіріген теректей орнынан опырыла құлады. Уф дегенге желп ете қалатын қауқарсыздар қауымынан емес секілдедік. Алдын ала желде есетін, дабыра дақпыртсыз, жалпасынан құлағанына бас шайқасып таңдай қағыстық. Сол-ақ екен, ел құлағы елу деген емес пе? Жұрт арасында соңғы жаңалық отқа май құйғандай лапылдады. Ақ деп жүргеніміз ала боп шықты. Аудан экономикасын іштей үңгіп, тышқанша тасмалдапты. Шаруашылықты кезіндегі аралдың айдынындай ақ шалқытты ғой. Алтын көрсе періште де жолдан таяды деген. Ақша ару өзіне кімді табындырмаған. Ептеп шет пұшпақты жырмаласа жырмалаған шығар. Қолында тұрғанда ертеңін ойлап қор жинағанының есі айып. Бұл жолы табанын тірерге таяныш таппапты. Қорғап қалуға жоғарыдағы қолдаушысының да құдіреті жетпепті. Қылаң етіп, қылт етіп, сылаң етіп, сылт еткен ерке кербезі бар билікті беліне байлап, көрпе астында көсемдік құрып, төсекте төрелік жасаған деседі ғой. Алтын сырғаны сылқымының құлағына апарып, сыбырлатып қойып, саусағына кигізген бриллиант жүзік билік айттырып, күздікке тай мен тайыншаны, соғымға ту бие мен атан түйені алып ұрып, шалқытып, қазы мен қарта, жал мен жая шайнаған қайран күндер келмеске кетті десеңші. Келетудің де жөні бар емес пе? Әйелін тым әспенсітіп жіберген ғой. Қатынды хан тұтса, байын теке боладының тура келгені де бұл. Шабаннан желмес туады, сараңнан бермес туады, саңыраудан шақырса келмес туады демекші. Енді Құдай атасы жаман біреудің тастандысына табындыра көрмесін. Еріндік пен езуліктен төгіліп шашылған осындай алып қашпа гөй-гөйлер құлақ тұндырады. Жел соқпаса шөп басы қозғалған ба, қаңқу сөздердің жаны бары да расайды. Әкім жіпке мініп шаруашылықтарды аралауға бет түзегенде ерке сылқымы хор қызындай салмақтанып, судай жаңа қоңыр мерседеспен тайпалатып келіп, ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтын аудан орталығының сауда-саттық жұмыстарына басшылық жасайтын. Қоймаға күнделікті келіп түсіп жататын шетелдік киім-кешектер, үнді шайы, қара тон, дубленка, кілем, паластар, басқа да асыл бұйымдар осы кісінің алдын ала дайындалған қолы ұзын, қайтарымы мол адамдар тізімі бойынша дүкендерге түспей-ақ осы жерден өз иелерін табатын. Бірінші кезекте қоңыр тұлпармен жедел түрде аудан басшыларына жеткізілетіндей қалған заттардың әрқайсысы «Мен саған мынаны берем, сен маған ананы әкелесің, немесе ана тапсырманы тастай қатырып орындап келіп, мынаны аласың» деген сияқты түрлі шарт жасалып, нарықтық экономика нарқында құны төленіп, баспа-бас айырбасқа түсетін. Жылма-жыл шілде айында Сочиде немесе Қырым жағалауларында болып, қыздырынып, денесін күнге күйдіріп қайтпаса, қос келер уақытта ерке бекештей еті қышитынын да рас еді. Жолдамамен шетелдік сапарларға шығып тұруды оның пешенесіне жазылған басқа әйелдерден артықшылығының да бірі болатын. Енді міне сол ерке бекешті алыс сапарларға аттанарында сылаң қаққызып шығарып салып, қайтып келерінде күлім қаққызып күтіп алу жұмыстары мен қоймадағы дефицит заттардың жұрттың көзін ала бере тиісті адамдарға тасмалдап беретін, тападай тал түсте жасалатын мәдениетті талан-тараждың талай-талай куәсі болған екі бірдей қызмет көлігі иесіз, қаңтарылып, 2 аптадан бері жымқырма жұмыссыз қалды. Кең көсіліп, көрпе үстінде қисайып жатып, табақтағы буы бұрқыраған кешкі асқа 5 саусақты шеңгелдеп сала бергенім сол еді. Көрші көшеде тұратын Малдыбай «Кеш жарық» деп маңырай кірді. «Уа, мәке, түбі түскен шелекше даңғырлап мақтап жүреді екенсің. Дәмді астың басына, жақсы келер қасына» деген «Кел-кел» деп мақалды мәнін өзгерте тақпақтап, құрақ ұшып, қолындағы етті сорпасын сорғалатқан беті апарып, соның аузына тығып жібердім. Өйткені ол қанша құрдас болғанымен қазір әкімнің көшірмесі, нақтылай айтқанда қулаған бастықтың қызметін уақытша атқарушы болады. Етікті шешпей жатып, ет асатуың есектік емес,
Есті адамның ісі ғой. Қиянатқа қиятындай қатынымның қойын бүлдіре қойған жоқ секілді едің ғой. Іріген сөзді шіріген ауыздардан күт. Уақытша билік иесі аузы тола асты шайнап тұрып, тіліне де тыныштық берер емес. Қиыстыруың қисынға келеді. Аузың бүтін, түсін түгел тұрғанда ішіп жеп қал деп, жетектеп апарып, қақ төрге қонжиттым. Әзілмен әдіптеп, қалжумен қағытып, бір-бірімізден сыр сауса отырып, табақтағыны сыпыра соғып, сылқия тойып алдық. Кекіріп қойып, сіріңкенің шейімен түс шықысып, сорпаны сораптауға ауысқанда, құрдасымның көкейінде кілкіп, көмейінде кептелген ұры ойын оятуға шабуыл жасадым. Я мәке, айран сұрай келіп ыдысыңды жасырмағаның жөн, тіліңді тура жолға бұр дедім, алыстаған орағытып. Аңқылдағым-ау, арғы жағымдағаны аңғарып отырғанда боларсың. Аузымды ашқаннан ақ көмекейімдегім көрініп тұрған жоқ па? Сандықтағы ақшаңа, төрдегі текеметіңе қолқа салмаймын. Шыдамаған жүрек жарылып кетер, құстың сүтін, қасқалдақтың қанын сұрай келсең де, майпаздамай төте тартшы дедім сөзін бөліп. Бүйтіп іштен шалудағы мақсатым, іркілген ойын тезіректі ақтарту. Шабыңа шоқ түскендей тулап, алқымың ісіп, неменеге ит көзіне қалдың? Жыбырлақ еріндеріңдегі жымысқы сөздерді жымбақтай бермей ашық ағытпайсың ба? Ағытсам маған сенің даусың керек. Даусың дейді, бағанағыдағы бақылдамағанымның бәрі жинап теріп ала бермедің бе? Жоқ, аңқылдақ, сен мені дұрыс түсін. Бұл күндері еліміздегі А деп білетін адамдардан бастап, қыбырлаған жәндіктерге дейін өздерін қайта құрып жатқанын жақсы білесің. Сол бет бұрыс бағытымен кешегі тыран асқан бастықтың орнына жаңа әкім халықтың қалауы бойынша демократиялық негізде сайланып қойылмақ. Өте дұрыс болған. Көбік ауыз, көк айылдарды мұндай қызметке ұтпау керек. Менің бар өмірім көз алдында өтіп жатыр. Бұрынғыларды айтпағанда. Соңғы 10 жыл бойы тапжылмастан орынбасар боп омалып отырдым. Аз күннен бері ғана әкімнің көшірмесі болып көмпиюдемін. Өзің айтшы, толық әкім болып дүрілдеуге менің де қақым бар емес пе? Сонда маған бұйрық шығар демексің бе? Сайлайды деп отырса бұйрығы несей? Таяуда аудан кеңсесінде үлкен жиналыс болып, сонда ішінде мен бар, басқа да бірнеше орын тақтан дәмелі адамдарды дауысқа салады. Жоқшылықта жеген жарты күлшенің дәмі кетпес деп кезінде бір үзім нанды бөлсе қаужасқан қанды көйлек құрдасына сол сайлауда бүйрегіңді бұрсаң дегенім ғой. Жоғары оқу орнында тест тапсырып, конкурстан өтем бе, өтпеймін бе деп қалтырап жүрген абитуриенттерше жаным мұрнымның ұшында тұр десеңші. Бешарай, халың мүшкіл екен, ал бүйректі бұрдым дейін. Одан арғысын айтшы. Жілікті жігіт, білікті мамансың. Арық қойдай тырысып, сіңіріңе ілініп жүріп ақ, еңбегімен елдің еркесі, әріптес жұмысшыларының ортасындағы серкесі атандың. Сен түшкірінсең, басқалардың сыңбырып салары сөзсіз. Біраз дауыс жинауға көмектес. Сонда қалай? Әкім біздің Малдыбай болсын деген айғайды үй біткенді аралап жүріп, әркімнің аузынан магнитофонға жаздырып алуымыз керек пе? Жоқ, үйтіп сенденмей ақ сайлау жиналысында менің ныспымды атағанда жыпырлатып, жапа тармағай қолдарыңды көтерсеңдер болғаны. Олай болса жұртпен жақындасып, азаматтармен ақылдасып көрейік дедім. Тағдырым өзіңнің қолында, сенен басқа сенерім де жоқ, дейді аузы кемсеңдеп, көзі кілегейленіп. Сенімі жоқ адамның сенері де аз болады, үмітсіз сайтан ғана деген. Кеуде ұрып көптің атынан көку күпірлік болар. Таңға несібені тәңірден сұрап көрерміз деп соқыр үміттің сойылын ұстатып, Малдыбайды табалдырықтан ары аттатып жібердім. Төрт бүктеліп төсекте жатып, ала таңды көрер көзбен атырдым. Ойды ой ұрлап, ілгерісін кейінгісі жұтып қойып, бірін-бірі тып-типыл өтеді. Космос кемесіне мініп, қиғылық сап қусаңда еш қайсысының ұшынан ұстатары түрі жоқ. Ойпырмай дедім.
өз көкірегімді өзім тырмалап. Уақыт дегеннің үнсіз жүріп ақ үстемдік құрып тіршілік атаулыны табындырып, бас бұзарларды да дегеніне бағындырып, ақыл ес иелеріне табанның жалатып, бақайшығын санатып қоятын қанды балақ құдіреттің өзі екен ғой. Кеше көкке қарай көк жиып, жоғары жақтағылармен ғана ауыз жаласып, аспанмен таласып, еңістегілерді етегімен қағып, өкшесімен соғып өтетін малдыбайлар бүгін тәубесіне келіп, тәрбиеге көніп, төменгі таппен төмпешік болып сөйлесуге көшіпті. Өрмекшіге ұқсап, өрмегін тоқып, дәнін теріп, құмырсқаша құжынаған қарапайым еңбек адамдарының да қолына қарға саңғырып, билікке араласатынын түсінген екен. Әтештің алғашқы айқайында ақ атып тұрып, қора қопсының ұсақ түйегін түрткілеп шұқлауға кірістім. Сиырды табасына қосып, тезегін тазалап, қойды өрісіне жіберіп, құмалағын сыпырып, аула ішін артық бүлдіргіштерден арылтып шығып, таңертеңгілік тамақты қарныма тоғытып алып, жұмысқа жиналып жатқаным сол еді. Қайырлы таң деп қабырғаларды қақырата айғайлап, темекі түтіні ыстаған көкірегі көксау тоқтыныкенше сырылдап, түнімен сілтеген 40 градус ішін өртеп, шегі аш қасқырдыкінше шырылдап, ауданның шаруашылық басқармасының бастығы Әпербахан жетті. Әдетте алдыңа тартқан адалас бірер шөлмек арағымызды жеп ішіп, соңынан әйелімді балағаттап, өзімді сабап, бала шағама қырғидай тиіп, олардай жолатып кетуге кештетіп келуші едің. Ол шиқылың, бол шиқылыңа ұқсамай тұр ғой. Мына бір тоқтыны тамақтап, жендерге көже қатық болсын деп алып келдім. Қос қанжығаға байланған ала қапты көкпардың додасында түсіп, тақымға сап тарттым. Білек күшімен көп ортадан олжалап әкелген лақшаны алдыма қарай лақтырып тастады. Саған қашаннан нағашылық дарып, елді есіркейтіндей еспер кірген. Өткен уақыт ескі тірлікті жартасша жаңғыртып қайтесің. Қайта құрылған деген осы болады. Сөзіңнің түркін түсіндім. Саған керек дауыс қой. Төбенде тесігің, көзіңде көріпкелің бар ау, пәлесің ауа. Оны қайдан сезіп тұрсың? Бұйырған күйсеп тып-тыныш жан бағып жүрген момақан малды пышаққа жығып, маған әкелуің, етін жеп сүйегін мүжіп, өтеуін дауыс қып қайтар деген бақай есебін емей неменең? Бұл жұмбақтың шешуін шекілдеукше шақтың. Соған қарағанда даусыңды менен бұрын еншілеп алғандар бар ау дейм. Көңіл түкпіріндегі ішкі дауылынан хабар берді. Осы сәт басыма бір пасық ой сап қалып, алқымымнан алып азығымасы бар ма? Ат төбеліндей ғана ым-жымы іштеріндей болатын ұялас топ, басшы қызметкерлердің көбі сендейлерден пара алып байып, ұрттары майланып, ұрлыққа семіріп жүрген жоқ па? Сенде тартын ба? Әкелді екен қайтар ма? Дала тағысының аузында, қарға құзғынның тұмсығында да кететінін бір тоқты, үйелмелі-сүйелмелі бүлдіршіндеріңнің пайдасына шеш. Қорықпа дедім оған, жүзімнен жылылық танытып. Дауыс сенікі. Міне бұл осынша ғұмырымдағы өмір сахнасында ойнаған артистік алғашқы рөлім еді. Әп бәрекелді жарайсың деді арқаға қағып. Ендеше 15 дауысың сенің мойында. Солай деді де Әпербақан атына мініп, Ауди машинасының кілт сұғырығын бұрап жіберіп, бүлкілдете жөнелді. Әншейінде аяғына бас ұрып, жалынсаң да малды қойып, маңына жуықтатпайтын адамның бүгін қойды өз аяғымен әкеп, қара қазаныңа сауып беріп тұрғанына сенгің де келмейді екен. Бұйырған асқа дау бар ма? Бас сирағын бөлек кесіп алып, терісін сыпырып, етін жіліктеп, бұтарлап, тоңазытқышқа тығып тастап жұмысқа тарттым. Күні бойы қол аяғым қимыл үстінде болғанымен, санам сан саққа шабуылдауда. Кеше Малдыбайға үміт отын үрлетіп жіберіп, бүгін Әпербақанға уәде беруіме жол болсын. Малдыкең қанша айтқанмен орынбасар ғой. Шаруашылық басқармасына қарағанда әкімдікке бір тапан жақындығы бар. Бұл бүйірге түртіп тұрған бірінші ойым, екінші қылышың сүйретіп оған қарсы қаһарын төге төнеді.
Қайнап тұрған қазіргі кезеңде кәдесіз іс оңға басқан ба? Бет бұрысқа лайық қайта құрылатын уақыт жетті ғой. Бұрын асатуды ғана білсең, енді асауға да машықтану кезек күттірмейтін өзекті іс. Құрғақ қасық ауыз жыртады. Орынбасар орнында отыра тұрсын, таққа қарай тоқтылыны сүйреген жөн. Сонда параға билік беріп, әділдіктен аттап, шындықтың шекарасын бұзып кетуіміз керек пе? Жоқ, бұлай істеу мүмкін емес, деп бірінші ой екінші ойдың жолына көлденең түсіп жатып алды. Әкімнің көшірмесінің мансап үшін малын құрбан шалмаса да, дауыс сұрап жалынып жалбарынып арын саудаға салуы оның жанының тазалығы деп тұрсың ба? Тап бұл жерде әділдік те шындық та шекпендерін теріс жамылып жүр. Сондықтан ол екеуінің ебін тауып, көз көрмеске жібере тұрып, мол бергенге жол беру жағын ойластырсақ, біз ұтамыз. Текетірес соңында екінші бүлікші ойдың ұпайы басым түсіп жеңіске жетті. Сонымен тоқты иесін тұғырға көтеріп қондыруға әуп деген көмектесер дауыс жинауға бекіндім. Жұмыстан шаршап шығып, жығылып сүрініп үйге келсем, есік алдына жеке меншік көк Тойотасының тұмсығын тіреп қойып, ауданның орталық әмбебап сауда иесінің бастығы Көлбай отыр. Мені көргенде өлген әкесі тіріліп келгендей қуанып, есік алдында жүрген ақ құттаннан оза шауып, арсалаңдап алдымнан шықты. Амандық сұрап, қол алысқан беті қапсыра құшақтап апарып, машинасына отырғызды да, осында ұмаждалған мыңдықтарды төс қалтама сүңгітіп жіберіп, бір жәшік арақ пен бір жәшік сыраны арқалатты. Менің сауда үйімде адамның жанынан басқаның бәрі бар, ақшада жетерлік, тек дауыс жоқ деді ол. Салған жерден ағынан ақтарылып, бүйтіп көпіртіп шашып көлдете кешіп жүретін күндер қашанғы күлімдеп тұра береді дейсің. Бірде болмаса бірде аяқ астынан қағылып, қамығып қыламын ба деп күдіктенемін. Құлдырап кетпей тұрғанда әкімдікке жетіп алуың керек. Соған жұртыңды жұмылдыр. Халықпен туған бауырыңдай араласып жүрген қарапайым еңбеккерсің. Әріптестеріңнің тамырын дөп басып, көңілін табу бір келсе, сенің қолыңнан ғана келеді. Мол дауысқа мені кенелтші. Аңқылдақ жан, жақсылығыңды көзім жұмылғанша жадымда сақтармын. Жарайды, жақсы дедім, оның қолын қысып тұрып. Қазіргі жағдайда мол бергенге жол беруге дайынмын. Жиналыс өтетін күнге дейін барлық жұмысшыларды жұмылдырып, дауыстардан хор ұйымдастырып қоямын. Алаңсыз саудаңды судай сапыра бер. Келістік қой. Айттым бітті, кештім үзілді. Аузыңа май, астыңа тай деді де, Тойотасының 4 дөңгелегі жерге бірде тиіп, бірде тимей заулап бара жатты. Бір бөтелге сыраның қалпағына тісімен тістеп қайырып жіберіп, көмекейлете дем алмастан тарттым. Әп сәтте жаным жадырап сала берді. Басқаларын көтеріп апарып, кілетке кіргізіп, есігін шәугімдей қара құлыпты қарауылға қойдым. Сонан соң ауладағы сәкіге келіп, жайғастым да ысқырып қаратып алып, саусағымды ғана қыбырлатып, әйелімді қасыма шақырдым. Байғұс-ау, өзіңді өзің әкім сайлап қойғаннан саумысың? Әмірлісің ғой, деп су тегін сөзімен қажай келіп, оң қапталыма тізе бүкті. Шытырлатып санап, төс қалтадағы ақшаның 3-тен 2-сін бөксесінің астына бастырып қойдым. Жұрт дауыс сатып алып жүр, ал сенің маған пара беруіңе жол болсын деп, наздана күлімдеп, балаша алдап, қопаңдай қозғалақтаған болып, ақшаны арғы жамбасына аударып та үлгерді. Тыныш дамаңды ішіңе сақта, дедім, жан-жағыма жапалақша жалықтап. Осы сенбіге қонақ қабылдауға қамдан. Қазанға бүгінге сәлем демеге келген етті тұтас салатын бол. Бас сирағы да қалмасын. Жаңа ғана көз алдыңда өзіңді жарылқап кеткен Көлбайды көтермелеуге көмектесетін қолдарында құдіреті бар адамдар. Сорлау, әпербақанның әңгір таяғының астында тыпырлағың келмесе, тоқтысында нең бар? Бәйбіше, бұп деме. Ол қыстағанда өлексесінің құнын қайтарып алар. Оның ежесіне сауда үйінің саңлағынан қалта толтырып, қап отырғанымызды ұмытпа. Дегеніңе құлдық ба еке?
деп жамбасты астындағы жалақысын ышқырына қыстыра сап, томпаңдай жөнелді. Сол сенбінің кешінде ауданның маңдай алды 15 қожалығының 15 бірдей билік иелері, құрылысшы жастар бригадасының 5 жас жетекшілері біздің түтіннің астында бас қосып, желдей өсіп, желпініп отырысты. Бойларын жындысу жайлап, жаулап, балбыратып, балқыта бастадау дегенде Көлбай жайлы әңгіменің тиегін ағытып кеп жібердім. Басында көбісі Көлекеңнің жылтыр жаулықтан, поң барқыттан, шетелдік етіктерден, құндыз бөріктен, тіпті бертін келе арақ шараптан да қолдарын қағып тастағандарын айтып, қасарыса қарсыласып бақты. Мен құйып жатырмын, суша сіміріп жатыр, сабаздардың тартынар бірі жоқ, 1,5 жәшіктен жан кеткен шамада. Сендерді де айналамда арқа сүйер азаматтарым бар деп алданып жүріппін ғой. Сөйтсем, шеттеріңнен көздің құрты дүние мүліктің қолына айналып кеткен безбүйрек екенсіңдер дей салдым. Не дейді мынау? Апырмай, шынымен өкпелегенің бе? Елеңдесіп бір-бірлеріңе қарасты. Мен соққыны үстелмелете түстім. Көңіл шіркін бір атым Насыбайдан қалады деген рас екен-ау. Бұдан бұлай сендерге сенім білдіргенше сол қолқасы құрығырды суырып алып, мойныма байлап, буыны бөлгенім артық болар. Әй, аңқылдақ, қалжыңды түсінуден қалғансың ба? Біз сені қайтер екен сынайық деп біреуі сөз бастады. Жұтқыздым тағы да. Саған өзін не керек, тоқ өтерін айтшы деп екіншісін іліп ала жөнелді. Маған менің жанымнан да жақын досым Көлбайға дауыс керек деп басымды соққыладым. Сен үшін бәріне келістік. Береміз дауысты, әкел құй деп бұйырды қосыла шуылдасып. Тартқыздым. Осы оңтайлы сәтті пайдаланып әрқайсысына бір-бір көк қағаздан ұстата қойдым. Мынаған әрқайсысын 10-10 дауыстан сатып әкелесіңдер. Менің Көлбайым үшін, яғни мен үшін шірендім. Сол да сөз болып па, бүкіл қожалықтағыларды, бүкіл бригада мүшелерін орталық сауда үйіндегі Серке досының алдына әкеп, қас-қатар тізіп қойып дауыс бергіземіз. Міне, енді жөнге келе бастадыңдар. Сол адамдарыңның кез келгенінің шырт ұйқыда жатқанда шошытып оятса да, қолдарын көтеріп, Көлбай деп күңіренетін болсын. Бұйыра сөйлеп тұрып, алдырып жібердім. Қорадағы қойлар да Көлбай деп маңырайтын болады. Қожалық көсемдеріңнің сөзі. Кірпіш Көлбай деп қаланатын болады. Бұл барылдап отырған құрылысшы бригадирлер жағы. Осылайша ақша мен арақтың қос қабат тепкісінің тегеуріні қоймады. Тілдерін шайнап, езулері көпіріп, барлығы да менің алдымда құлдарымша жорғалады. Кері кеткелі тұрған істің бетін бері қаратам деп жүріп, қатты қалжырағаным соншалық сол түн тұяқ серіппей талып жаттым. Дауыс жинап даурығып жүргенде уақыттың ұрланғаны да байқалмапты. Әкіреңдей әкім сайлайтын күнде қылаң берді. Сәрсенбінің сәтіндегі осы бір кешкі жиналысқа қатысуға ауданның мәдениет үйіне қарай ауыл адамдары, құдалары, алдарына тартар қос табақ астан құр қалардай асығыс ағылды. Мәжілісті облыстан келген өкіл бастады. Алдымен аудан экономикасына қысқаша шолу жасады. Одан басқару ісіндегі опырайған олқылықтарды тіліне тиек ете келіп, шаруашылықты аяғынан түк тұрғызып, ұршықша иіріп әкететін іскер маман басшы керек деген тоқ етер тоқтамайтты. Келесі мәселе бойынша әкім тағынан үміткерлердің бірі ретінде алғашқы оп әпербақан дауысқа түсті. Қарсы болғандар саны қостаушы. Дауыстардан 2 есе көбейіп кетіп, Әпекеңнің танауы тасқа тиді. Мардымсыз марапаттаушылары Малдыбайды да орнына малтықтырды. Ендігі кезекте Көлекеңнің аты аталды. Зал іші дауылды күнге кемедей толқыды. Жақтаушы жанашыр дауыстар үні қабырғаны қақырата жаздады. Яғни көпшілік дауыспен Көлбай әкім болып діңкете қалды. Дауыс шығындап, шөлдегендер жиналыстан соң Көлекеңнің үйінде көлдетіп отырдық. Десе де, мөрі бар төрден дәмелерің болса, ұялмай-ақ бізге келе беріңдер. Дауыстан дауыл тұрғызуға бармыз. Тек қалталарың қалың болса болғаны.